Өкіметтен кезексіз жер алу 3-ші бөлімде жерге орналастыру жобасы әкімнің жер беру туралы шешімін айтамын. ЖКШ немесе ЛПХ бойынша кезексіз жер алудың 1-ші немесе 2-ші бөлімдері осы арнамда көре аласыз. Әрқайсыңыз көмектескіштерге ақша төлемей өзіңіз жер ала аласыз. 2-ші бөлімде айтқанымдай ситуациялық схеманы азаматтарға арналған үкіметтің гипрозем бөлімінен жерге орналастыру жобасы және далалық жұмыстар жасатасыз. Ол деген шамамен 1-2-3 апта жасалады. Жерге орналастыру жобасын алғаннан кейін лицензия арқылы жер қатынастары жер учаскелерін қалыптастыру бойынша жерге орналастыру жобаларын бекітесіз. ЭЦП арқылы онлайн жібересіз. 3-5 күннің ішінде жер қатынастары бөлімі сіздің жерге орналастыру жобаңызға бұйрықпен бекітеді. Бекіткен бұйрықпен жерге орналастыру жобасы және алдыңғы шешімнің бәріне лицензия сайтында жер қатынастары сауда-саттықты, конкурстарды, аукциондарды өткізуге талап етпейтін мемлекеттік меншігіндегі жер учаскелерінің құқықтарын алу нүктесін басамыз. Және бұл жерде көріп тұрғаныңыздай, сіздер 1-ші кезеңмен жер алу туралы жер комиссиясының шешімін алған боласыз. Ал енді 2-ші кезеңмен жаңағы жер бөлімінің бекіткен жобаны және тағы да басқа құжаттарды тіркейсіз. Оның ішінде жер бөлу туралы шешім, бекітілген жоба, бұйрық және тағы да құжаттарды тіркеуіңіз керек. Тез арада 1-2 күннен кейін әкімнің жер учаскесін 3 жылға мерзімге уақытша ақылы қысқа мерзімді жер пайдалану құқығымен беру туралы шешімі шығады. 4-ші бөлімде жерді жалға алу келісімі, жер учаскесінің шекараларын белгілеу, жер актісін алу, құжаттарды тіркеу және барлығына неше уақытпен ақша кеткені туралы айтамын. Егер қосымша лицензияны толтырып жіберу, бос жер таңдау және тағы басқа роликтерді шыққанын қаласаңыздар, роликтеріме лайк басып, таратып, комментарияда қай тақырыпты қалайтындарыңызды жазып, арнама тіркеліңіз. Жалғасы болады.